Ömür arenasında şalkıp səbi sezimmi. Мыржақып Дулатов айтқандай, жақсы мұғалім мектептің жаны. Сіздердің алдарыңызда Каспий өңірінің көп салалы жоғары колледжінің жаны Асылбекова Айсұлу Элдарқызы. Атырау университетінде 4 жыл бойы химия және биология пәні мұғалімін бакалавриатын оқыдым. Қазіргі уақытта еңбек өтілімі 2 жыл. Және де осы Каспий өңірінің көп салалы колледжінде жұмыс жасаймын. Ұстанатын бағытым ұдайы ізденіс, игілікке бастайды. Алға қойған мақсаттарым және міндеттерім ол студенттердің өз бетімен жұмыс жасауға дағдыландыру және ол үшін әдістемелік іздену және жұмыстану. Жалпы әр педагогтың өз жұмысының негізгі түйіні болу керек деп ойлаймын. Яғни олар кімді оқытып жатыр, не үшін оқытып жатыр, қалай үйретіп жатыр және нәтижесі қандай болмақ. Басты сұраққа жауап беру үшін мен не үшін оқытамын? Әрине әр педагог және де мен ол білім беруші тұлға ғана емес. Сонымен қатар тәрбие берушіміз. Әрбір баланың жеке тұлға болып қалыптасу үшін, сауатты болу үшін, терең білім беру үшін, ертеңі үшін, еліміздің болашағы үшін оқытамыз. Әрине жұмыс барысында бірнеше қателіктер болады, себебі біз жас маманбыз. Бірақ сол үшін де қалай үйретемін деген мақсатымды ұстануды қоймаймын. Студенттің есінде қалатын білім мен сапасына жетер тәрбие беруім тиіс. Ұстаз студентті жан-жақты зерттейтін тұлға. Атқарған жұмыстың барлығына нәтижесін көру үшін алдымда қандай студент болу тиіс? Әрине де ол еліне елеулі азамат, парасатты жан, тәуір әулетке ақылшы, жанашыр, қамқор жан және белгілі маман иесі болып шығуы керек. Ұстаз ғана болмай, осы 2 жылдың ішінде мен неше түрлі рөлді атқардым. Мысалы педагог, мысалы психолог, және де дос, ата-анамен жұмыс, тәрбиеші және дәрігер. Өз мамандығымды сонша жақсы көргенім бе, әлде өз мақсатыма жету себебімде ме? Сол себептерден әртүрлі ізденістерге салындым. Мысалы әріптестерімнің көмегі, тәлімгерімнің тәжірибемен алмасуы, және де ақпараттық жүйелермен әртүрлі байланыстардан осындай видеоның нәтижесін көріп жатырмыз. Балалық шағымның арманы мұғалім болу, және ол ұстанатын мақсаттың бірі ол әрбір студентке білім беру. Әрине, табиғи заңдылық бойынша олардың толық білім алуы әр деңгейде болуы мүмкін. Дегенмен әрбір студент белгілі бір деңгейде білімді болуы шарт. Мұндай жолға мен бар күшімді салып, қолайлы әдістерді пайдалана отырып жетуім керек. Себебі білімсіз, тәрбиесіз адам қашанда ел дамуына, адамзаттың өркендеуіне кедергісін келтіретін тарихтан да бүгінгі күннің көріністерден де айқын көрініп отыр. Сол себепті алдыма келген студентте сапалы білім мен тәрбие беру менің міндетім.